Сәлем достар, бүгін біз үй жағдайында күлшін наннан жасалатын тәтті бәліштерді дайындайтын боламыз. Бәліштің салмасын дайындау үшін бізге жуа, картоп, зелень, тұз, жұмыртқа және ірімшік қажет. Күлшін нанды дайындау үшін бізге тұз, жұмыртқа, өсімдік майы, ұн және де бөлме температурасындағы жылы су қажет. Ал енді біз бәлішіміздің қамырын дайындауға кірісейік. Ол үшін алғашқыда 200 грамм ұнымызға 2 жұмыртқа немесе 1 жұмыртқа қосуларыңызға болады. Дәмін келтіру үшін тұз және де қамырымыз жұмсақ болу үшін 2 ас қасық өсімдік майы. Осының барлығын біркелкі етіп біріктіріп алған соң бөлме температурасында дайындаған жылы суымызды аз-аздан ғана қосамыз. Қамырымызды біркелкі етіп сұйық болған жағдайда тағы да үстіне ұн қосып, ыдыста қалған қалдық қамырларды біріктіріп, барлығын илейміз. Осылай әдемілеп басып, қамырымыз міне өте жұмсақ, қолға жабыспай шығу керек. Және де оны 10 минутқа қоя тұрамыз. Енді бәліштің бірінші салмасына кірісетін болсақ, ысып тұрған табада өсімдік майымызды құйып, жуамызды саламыз. Оны әдемілеп қуырып аламыз. Оның үстіне картопты саламыз. Екеуін бірге араластырып, дәмін келтіру үшін тұз, қалауларыңызша, бұрыш саламыз, қара бұрыш. Және де зелень саламыз. Барлығын біркелкі етіп, қуырып аламыз. Аз ғана кішкене су құюға болады. Мінекей біздің бірінші салмамыз дайын. Осылай картоптың піскенін анықтап аласыздар. 10 минуттан соң біз бәлішіміздің қамырын алып, осылай кішкене бөліктерге бөліп, дөңгелетіп, оқтаумен жұқа қылып илейміз. Жұқалығы міне видеодағыдай болу керек. Және де бәліш 2 салмадан тұрады. Біреуі картоп жуадан, екіншісі ірімшіктен. Бірінші салманы дайындап көрсетемін. Ірімшікте де дәл солай дайындайсыздар. Артық жерлерін кесіп, әдемілігін шанышқының көмегімен осылай екі шетін әсемдейсіздер. Мінекей осылай. Салмасы дайын болған бәліштерімізді қызып тұрған отта өсімдік майын аз ғана жағып, бәліштерімізді осылай орналастырып, 1 минутта алмастырып қуырып аламыз. Бәліштеріміз міне дайын, дәмі өте керемет, үй жағдайында жасауға өте қолайлы, уақыт өте аз кетеді. Астарыңыз дәмді болсын. Менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар.